тұршы күлімдеп жолыма қарап, жолдың азабын тарттым мен талай, сүйген жарыма жетем мен қалай. Жүрегім менің дүрсілдейді, алға тартқан мотордай. Ай, жұлдыз қандай, ай қандай, шофер сүйген қыз қандай. Жұлдыз қандай, ай қандай, шофер сүйген қыз қандай. Әуеде ұшқан бір топ тырналар, қанатты қағып табыт қағымдар. Қаратып сені жерде мен тұрмын, сүйген жарыма сәлем айта бар. Жүрегім менің дүрсілдейді, алға тартқан мотордай. Ай, жұлдыз қандай, ай қандай, шофер сүйген қыз қандай. Жұлдыз қандай, ай қандай, шофер сүйген қыз қандай. Барлықтарыңызға сәлем. Қазір біз осы шофер әнін гитарада ойнап үйренеміз. Мен каподастрды өзімнің даусыма ыңғайлатып 5-ші латқа қойдым. Егер де каподастр болмаса, онда мен айтқан аккордтарды мына жерде де ойнай аласыздар. Сосын баре ұстай алмайтындар бір уф деп жеңілдеп алсаңдар болады, өйткені бұл әнде баре аккорд жоқ. Бастайық. Бірінші аккорд бізде AM, екінші DM, одан кейін G деген аккорд бар, сосын C деген аккорд бар, одан кейін E деген аккордтарды қолданамыз. Мына жақта біздер қағыстың төрттік қағыспен ойнауға болады, клушкамен. Деп ойнасақ болады. Екінші қағысы бұл алтылық клушкамен ойнасақ болады. Ал мен ойнайтын қағыс қазір мынандай: төмен, жоғары, клушка, жоғары, жоғары, клушка, жоғары. Бұл алтылыққа ұқсайды, тек бірінші төмен қағыстан кейін жоғары қағыс бар. Енді текстпен айтып көрейік. Келемін сенден алыстан аңсап, тұршы күлімдеп жолыма қарап, жолдың азабын тарттым мен талай, сүйген жарыма жетем мен қалай. Жүрегім менің дүрсілдейді, алға тартқан мотордай. Ай, жұлдыз қандай, ай қандай, шофер сүйген қыз қандай. Жұлдыз қандай, ай қандай, шофер сүйген қыз қандай. Осылай жаңағы айтқан үш қағысты мысалы араластырып ойнасаңдар да болады. Немесе бүйтіп мына жерде қоссаңдар, қайырмасында мына ұрып, жоғары, ұрып, жоғары, ұрып, мына жерде ұрасыздар, жоғары ұрасыздар. Басқа уақытта мына жақта қалдырасыздар. Сөйтіп те істейсіздер болады. Мысалы, жүрегім менің дүрсілдейді, алға тартқан мотордай. Жұлдыз қандай, ай қандай, шофер сүйген қыз қандай. Жұлдыз қандай, ай қандай, шофер сүйген қыз қандай. Деп араластырып ойнасаңдар да болады, өздерің білесіңдер. Және де екінші шумағында бірінші шумағы сияқты аккордтары қайталанады. Барлық текст пен аккордтары менің телеграм каналымда болады, сол жерден көре аласыздар. Және достар, менің инстаграм, тикток парақшаларыма тіркеліп кетіңіздер. Тікелей эфирлерді, кавер видеоларды сол жақтан көре алатын боласыздар. Одан бөлек мен өзімнің блогымды жүргізетін боламын, яғни өзімнің өмірімді және де гитараға қатысты ақпараттардың барлығын сол жерде айтатын боламын. Сілтеменің барлығы төменде, кіріп тіркеліп кетеміз. Үйреніп жатқан адамдардың барлығына сәттілік, және де келесі разборда көріскенше.